Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын, баршаңызға рахмет. Бауыржан Момышұлы атамыздан бір кісі сұрапты. Бауке, айтыңызшы, өзі жер бетінде ең батыр адам кім деп? Сонда батыр атамыз ойланбастан, жер бетіндегі ең батыр адам ол қыз депті. Оның мәнісін сұрағанда былай деп жауап беріпті. Мен қанша батыр болсам да, бөтен танымайтын елге бір сағатта тұрғым келмей қашамын. Ал қыз болса, барған жерінде жалғыз өзі өмірінде көрмеген танымайтын адамдармен тіл табысып, сол елді біріктіріп, елде қыла алады, сыйлата да алады, алыса да алады, қаймық бастан ұрпағын да көбейтіп, сол елді жеңіп, мәңгі билейді деген. Неткен тауып айтылған тәрбиелік мәні үлкен сөз. Аштық пен тоқтық. Жұтта аштан өлгелі жатқан атамыз, біздер жақсы уақытта өмір сүріп жатырмыз, ұрпағымызға қиын болады деген екен. Бұл не дегеніңіз, аштан өлу қалай жақсы болады деп сұрағанда, біздер аштықпен сыналып жатырмыз, ұрпағымызға сынақ тоқтықпен келеді. Аштық иманнан айырмайды, керісінше Құдайға жақындатады. Ал тоқтық иманнан айырады, Құдайды ұмыттырады, сол заман қиын соғады деген екен. Шариғатта былай делінеді. Шаттыққа толы, берекелі екі үй бар. Қазыналы қарты бар үй, және балалары бар үй. Әрине, екеуі де болса жақсы. Қазір небір зәулім үйлер бар, ішінде қарты да, баласы да жоқ, жылу жоқ. Қазыналы қариясы бар үйден береке кетпейді. Келін соны түсінуге тиіс. Бір кісілік тамақ 10 кісіге жететіндей береке дариды. Қазақта ата-әже институты деген бар. Ондай институттың тағылымын түйіп өскен бала ертең-ақ ата-анасының атын аспандатып, елдің баласына айналатыны анық. Баланы үлде мен бүлдеге орап өсірсеңіз де, бере алмайтын құндылықты өмір көрген ата-әжесі ойнатып отырып-ақ сіңіреді. Мысалы, тамаққа бәрін салып, тұз салмасаңыз, дәмді шықпайды ғой. Сол сияқты балаға керектің бәрін әпердіңіз делік. Бірақ балаға керегі ол емес. Ол да тұзы жоқ тамақ сияқты болып тұрады. Ең үлкен мейірім ата-әжеден келеді. Бала ата-әжесін көріп еді ғой, атасының қасында жүрген, әжесімен қонаққа барған. Ата-әжесіне ере жүріп-ақ ақыл ойы дамып, дағды қалыптастыра береді. Көптеген әйел адамдар түсінсе, ер адамның жәннаты оның анасы. Қазақтың Алладан қайтады дейтін бір әдемі сөзі бар. Алладан қайтады. Біздің бүкіл болмысымыз осы екі ауыз сөзге сыйып кеткендей көрінеді кейде. Неге? Себебі қазақ ешқашан көршісі аш отырып, өзі тоя тамақ жемейді. Себебі қазақ ешқашан біреу жәрдем сұраса, оған көз жұмып қарамайды. Қазақ ешқашан біреудің нанын тартып алып, олардың көз жасына қалмайды. Қазақ ешқашан алақан жайып, қайыр сұрап отырған жандарды айналып өтпейді. Жоқ дегенде оларға жаны ашып, ішінен дұға жасап өтеді. Себебі бұл біздің қанға сіңіп қалған адамдық қасиетіміз. Бұл біздің ғана емес, адам атадан тараған бүкіл адамзат баласының болмысында бар нәрсе. Шынында жасалған жақсылық тек Алладан ғана қайтады. Бүгін көмектескен адамың ертең-ақ сол жақсылығыңды ұмытып кетуі мүмкін.
Ал Алла есепке жүйрік, барлық нәрсені білуші, әділетті және жасаған жақсылығының сыйын еселеп қайтарушы.